нашақормын да, наркоманмын ғой, грубо говоря. Сабақта, жұмыста үнемі под кайфом жүрдің ба? Мұғалімдеріміз өздері де шегетін да. Енді біз Қазақстанда тұрғаннан кейін бізде коррупция, ондай нәрсені менттармен оңай да шешу. Ол ондай жоқ. Қазір ұсталды ма? Тіркеледі. Полицияның алдында тұрып шеге бересің. Саған ешкім демейді. Көп жағдайда егер ата-аналар қарапайым түрде осындай дүниелерді білетін болса, алдын алуға болады. Не үшін қуып кеттің? Мына өмір жалған ғой деп секіріп кетейін ба деген кездерде болған менде. Бүйтіп қарап тұрғанда балконнан секіріп кетейін ба деп. Екеуміз көрсек не боламыз, е? Бір-ақ рет өмір сүреміз, бір рет көрсем, ничего страшного деген әңгіме ғой. Синтетикалық есірткі. Әлемде есірткі пайдаланушылардың саны 200 миллион адамға жеткен. Еліміздегі жастардың 60% есірткіге тәуелді. Полиция расследует самоубийство подростка. Психотроптық заттарды сататын сайттардың сілтемесінен көз сүрінеді. Суицид осылай жасалады. Жасөспірімдер арасындағы суицид бойынша Қазақстан 9-шы орында. Синтетикалық наркотиктар адамды өлімге итермелейді. Наркотиктің кесірінен көз жұмғандар бойынша 33-ші орынға тұрақтадық. Айтпақшы, тақырыпты толық тарқату мақсатында атаңа нәлет наркотиктің дәмін бір мәрте татып көрсек, ештен кетпейтін шығар. Дәл қазір тапсырыс беруге бола ма? Иә, болады. Қазір бірақ жазу керек, алдына сосын барып ақшасын барып салу керек кивиден. Өзі адрес жібереді, сосын барып алып кетуге болады. Кез келген түрін алуға болады. Иә, кез келген. Бірақ барын алайық, сол марка бар, LZ дейтін. 3,5 мың тұрады. Бірге барсам бола ма? Өзім бара салайын. Өзім барған тез болады. Қауіпсіз болады даже. Күтем онда? Жақсы. Кейіпкеріміз бізге наркотик алып келуге кетті. Әкеле ме, жоқ па, әлі бізге беймәлім. Күтейік. Кез келген наркотик сататын адамды, тарататын адамды полицейлердің өздері кіршабайт етеді. Сатушыдан долясын алады деген әңгіме жүріп жатады. Өтірік пе, рас па? Ең біріншіден бұл рас. Мұны мысал ретінде былтыр Алматы облысында сіздер білесіздер, есірткіге күресетін қызметкерлер өздері соны сатып жүрген. Өздері соларға крыша жасап жүрген. Ондай ақпараттар көп. Басқа да өңірлерде де бар ондай. Сондықтан оны жоқ деп айтуға болмайды. Ондай сатқындалымен біз өзіміз де күресеміз. Және де ұлттық қауіпсіздік комитеті де күреседі. Хабарлама бойынша ұлттық қауіпсіздік комитеті бар, ұлттық бюро бар по коррупции. Өзіміз ішкі істер органда бізде өзіміздің қауіпсіздік департаменті бар. Бәрі бірігіп, осы сатқындармен жұмыс жасаймыз. Оларды қылмыстық жауапкершілікке тартамыз. Үнемі менттардан қорқып жүресің? Иә. Негізі кейін мынандай типа стратегия ойлап таптым да. Осындай күндізгі уақыттарда уже сол адрестерге барып алып алатын да. Өйткені күндіз уақыты бәрі нені ашықты. Менттар да сені ұстамайды. Енді күндіз жүрсің, түнде менттер там патрульдер келіп ұстап алады ғой, там любой адам тексереді. Ал менттар ұстап алған оқиғалар болды ма? 2 рет ұсталдым. Шөппен сол ұсталғам. Под кайфым ұсталып қалғам. Енді менің әрине олар не істеді? Қолымды бұрап алып, наручник кигізіп, машинаның артына отырғызды, айтты, қазір наркология барамыз, потом учет қоямыз. Сөйтіп угрожать етті да. Енді біз Қазақстанда тұрғаннан кейін бізде коррупция, ондай нәрсені менттармен оңай да шешу. Есірткі тұтынған адамды учаскелік полицей болсын, немесе жол патрульдік полициясы ұстаған жағдайда бірінші кезекте заңның аясында қандай әрекеттерге бару керек? Бізде 100% тіркеу болып жатыр. Ол ондай жоқ. Ұстады ма, оны жіберіп жеру, әкімшілік жауапкершілік ондай жоқ. Қазір ұсталды ма, тіркеледі. Бізде единый реестр досудебного расследования ЕРДР деген бар. Соған сразу тіркеледі. Ол қылмыстық іс автоматически қозғалады. Нақтырақ айтсақ, сен қалай шештің? Нақтырақ айтсақ, менде мысалы ақша да жоқ.
мысалы соткам бар, соткамды айтатын, вот аға мен ломбардқа өткізейін, мысалы 50 мың осы соткам алады, сол ақшаны сіздерге бере салайын деп. Сосын солар соған келісе салатын да, мен өздері ломбардқа не апарып тастайды, сосын ломбардтан шығамын, ақшасын беремін, олар все давай дейді да, кетеді. Үйге дейін де жетіп тастайды. Полицейлердің арасында есірткі тұтынған немесе сатқан адамды ұстап алып, қолма-қол шешіп, пара алып, қалтасын қампайтып кететіндер бар ма? Ондай мысалдар да бар. Оны айта кету керек, біз де сондаймен күресіп жатырмыз. Біздің өзіндік қауіпсіздік департаменті бар. Соларға да біз ақпарат береміз. Осындай ішкі істер органдарының қызметкерлері есірткі қолданып жүрген, таратып жүрген кісілерді ұстайды. Сосын жіберіп жіберетін болса, олар қызметкер емес, ол қылмыскер болады. Басқа категорияға өтеді. Түсінесіз бе? Сондықтан мына өзіміздегі қатарымыздағы жүрген сатқындарды қылмыстық жауапкершілікке тартамыз. Ол өзі қылмыскер болып саналады. Алып, жаңа жіберіп, соны алған есірткісін не істейді ол? Лақтырып жібере ма, өзі қолдана ма, сата ма? Ол екінші сұрақ. Ең біріншіден оның қандай ойы болды? Ол присяга берді, біріншіден. Қылмысты болдыртпау, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек. Ол болса алып жаңағы есірткі қолданатын адамды, сататын адамды алып жіберіп жіберсе, ол уже қылмыскер. Имеете право на молчание, имеете право на адвоката, все у вас сказанное вами будет использоваться. Стой! Так, порошок голубоватого цвета. Видите, да? Иттармен бірге авария түсіп қалған кез болды менің. Түнде ұстап алған мені питактар ғой, питак өзім шегетін жерім ғой. И сол жерде ұстап алады да мені, ал енді бір қылмыскер сияқты газельге тығады. Сол машинаны салып, наркология апарамын деді, сөйтіп сол жолда негізі мен уже келісіп жатқанда, мен типа ақшамен келісе алайық, өзіміз ғой анау деп. И сосын сол рульда отырған мен, ұйықтап қалады. Бір қарасам, что-то красный светофор басып бара жатыр да, и алдымызда 3 машина тұр. И сол газельмен 3 машинаны тарантиді өтіп кетеді. Бір машинада машина енді кәмбе аударып кетті да, 3 машинаны жапырып өтіп кеттік. Бет аузым қанап, машинадан шығам газельден. Қарасам, менттер терезе ілініп жатыр да, и мен, не болып кетті деймін, и так өзім под кайфымда, құлдыртып жатыр да. Сосын барып, ана машинаға барғам, типа адамдар дін аман ба деп, ана машинаға барсам, ішіне ашып қалсам, 2 қабат әйел отыр екен. Мен ана ментті боқтанып, сосын барып, қалай сен жұмыста ұйықтап қаласың, мен өлсем, сен сонда мен үшін жауап бересің ба деп, сосын бір машина жанып кетеді, ана жақта водитель шығады, помогите деп, айқайлады. Менттер есін жияды, огнетушитель алып, өшіреді, сосын барып кімдер келеді, скорыйлар келеді. И сосын барып, ана әйелдерге келеді да, 2 қабат әйелдерге. Сосын мен айтқам, мен мұрным қанған болып жатырмын да, сосын айтқам, аға мен білмеймін, мұрнымды не істеп беріңізші деп. Ол аға айтады, мен иди нахуй послать десе, сен қаяқтан келдің деп, мен айтамын, ана газельден шықтым десе, мен бір қылмыскер деп ойлап қалып, мен қарамай қойған, сосын мен менттер айттым, мен кете берейін үйге, типа сіздерге де мен ештеңе істемедім, сіздер де маған ештеңе істемедім, олар да жарай деді да, мен үйге қайтып кеттім, қанған болып. Сенде передоз болған жоқ па? Өзімде жоқ, передоз болмады. Өзімде жай сол отходняк деген бар да. Мен бір 4-5 күнде ұйықтамаған кездерім болады, сол наркотик не істеп. Сол иіскеп, ішіп жүрген кез. Бәрін өткен араластыра беретін да мен. И бір күн алып та мен сондай депрессияға түсіріп жүреді. Кейін отходняк мен уже андай өлгім келетін ситуацияға жетті да, андай. Дым не жоқ, мән жоқ та өмірдің. Мәні болмай қалды маған. Сен қалай есіңді жидің? 3 күндей меф иіскеп, сол тағы да ЛСД лақтырып, сөйтіп қойып кеттім. И бір күні, соңғы күні уже 3 күн ұйықтамайсың. Уже дірілдеп жатырмын да уже. И төсекте жатырмын да. Былай жылағым да келмеді. И жылайтын да адам емеспін. Просто көз жасым ақты да. И өзім сол кезде прям депрессияның түбінде болдым да. И өз-өзіме айтқам, все, осы күннен кейін мен бүкіл нәрсені доғарам деп. И вот сол күннен кейін уже бір жарты жылдан асып кетті. Бірінші осы наркотик деген нәрсемен қалай таныстың? Мектеп кезде танысқам бірінші рет. 8-ші класста, 9-ші класста танысқам. Көзге тамызатын дәрі болған. Аты цикламид. Содан басталған бәрі. Соны мұрынға тамызасың да, и қуасың.
кейбір аптекаларда енді рецепт сұрайды. Жеке кәсіп болып ашады ғой аптекалар. Соларда мысалы оңай сатуға болушады. Бірақ бағасына кішкене қымбаттау төлейсің әдейі. Мысалы рецептпен өзі бір 600 тұрса, бір 1200 теңге бересіз. Мектепте кәдімгі сабақ түсінде тамызылып отыратын еді қол. Цикламет қол жетімді ме, мектеп оқушысына сата ма, сатпай ма, қазір тексеретін боламыз. Ол үшін бізге жасырын камера және мектеп оқушысы қажет. Ал біз осы жерден бақылаймыз. Сәлеметсіз тәте. Маған цикламет дәрісін бересіз бе? Цикламет? Иә. Рецепт алма сенде? Рецепті үйдеміз кеттім, апай, алыста отырам. Кімге, өзіңе ма? Жоқ, әкем қатты ауырып отыр еді. Жоқ, рецептсіз болмайды. Негізі врач назначениесі бар ма? Тәте, бере салыңызшы. Мен бере алмаймын, врач назначениесіз бере алмаймын. Әкең біле ма сен назначениесіз келіп тұрғанын ба? Білмеймін. Тәте, бере салыңызшы. Қандай сезім болады? Жан-жақта не болады, баяу болады. Адамдардың сөйлеген өте странный болады. Грубо говоря, өзің тупой болып қаласың ана жерде. Басқа әлемге ұшып кетесің. Цикламеттің адам ағзасына кері әсері қандай? Мұрын қуысына шамадан тыс тамызудың арқасында қан тамырларының атрофияға ұшырауы, кілегейлі қабықтың атрофияға ұшырауы. Осы қызметінен айырылғаннан кейін әрине әртүрлі микробтар, басқа да бактериялар адамның өкпесіне жол тартады. Осының кесірінен екінші инфекциялардан, болмаса туберкулез, басқа да ауруларды жұқтыруы мүмкін. Ал мектепте мұғалімдер Негізі білмеді ме? білді мектептегі мұғалімдер. Кім ұсталып қалады, солар білген негізі. Қандай жаза қолданды? Ата-анасын шақырту ғой, әрі кетсе болды. Не итермеледі? Достардың арасында біреу бастады ма, жоқ? Сол кезде сән болды ма, мода болды ма? Иә, сол кезде модасы болған негізі. Әкең біле ма сен назначениесіз келіп тұрғанын ба? Білмеймін. Тәте, бере салыңызшы. Точно әкеңе ма? Иә, әкеме. Ауырып отыр қатты үйде. $2540 теңге тұрады, но әкеңе айтпа, рецептсіз бергенін. Жарайды. Эксперимент жасадық. Бала барды сатып алды, 2540 теңге тұрады. Менің ойымша бұл қол жетімді. Сондықтан осындай дәрі-дәрмектердің рецептсіз сатылмауын Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінен талап етеміз. Мектеп бітірдің, Америкаға кеттің. Америка сені қалай қарсы алды? Америка негізі бүкіл халықтарға арналған ел ғой енді. Өте керемет жылға қарсы алады да олар. 17 жастағы кішкентай балам енді өз елімнен бірінші рет шығып тұрмын да шетелге. Кейін пати, тусовка дейді, соған басқа универдің несіне бардық, вечеринкасына. Сол жерде бір қазақ балдармен танысып қалдым. И сол балдар өздері шақырады, айтады, көресің бе дейді, бұл марихуана там. Сосын сол жерде бірінші шегем. Содан кейін сол кайф ұнап қалды да, ары қарай уже часто употреблять ететін болдық. Қалай ойлайсың, не үшін қуып кеттің? Еліктеушілік болды. Бір ақ рет өмір сүреміз, бір рет көрсем, ничего страшного деген әңгіме ғой. Сол тағы да бір патида кухняға барсам, бір балдар кокаинді дорожка жасап, сосын бөліп отыр да, сосын мені көреді, айтады, көргің келе ме дейді. Мен тұрамын да, бля, давай деймін да, көрем, сосын барып ішем, сосын барып тағы үстінен шегем, сөйтіп қуып жүрдік. Атаның сенің Америкадағы өміріңмен қалай танысты? Демалысқа келеді, мен көріп қайту үшін. Енді сол кезде енді қыдырып жүреді өздері. Мен де олармен бірге жүрем. Под кайфом жүретін бе всегда. И сөйтіп ұсталып қалғам ата-анама. Мені ұрысты басында әрине. Сосын барып ата-анам айтты, қой балам, бұның дұрыс емес, бұлай болмайды. Елімізге қайтайық деді. Мен өзім де шыны керек қайтқым келді. Мен де келістім ата-анаммен. Сосын шештік Қазақстанға қайтатынымызды. Мен келем Алматыға. Енді көп адамдармен таныса бастадым, әсіресе творческий музыкант, актер. Клубқа бара бастадым. Жасымда
клубқа баратын да келіп қалған сол кезде. Ал енді клубта не істейді адам? Ішеді, шегеді, ішіп шегіп келеді, там иіскеп келеді. Жаңадан бір химический наркотиктер көре бастадым. Солармен бірге. Өздері ұсынды да маған предлагать етті. Мен де әрине енді новичок болмағандықтан мен де көрейін дедім тоже. Сөйтіп мен неге салынып біттім химический наркотиктарға. Қазіргі уақыттағы таратылып жатқан синтетикалық наркотиктардың сапасына қатысты не айтар едіңіз? Мысалы, дәріні кәдімгі ресми түрде кәдімгі синтезін жасаған кезде міндетті түрде ол дәрінің әсерін анықтайды. Және де сол заттар олы емес па, сол анықталады. Ал наркотикте оны кім жасайды? Ешқандай анықтау, қадағалау, бақылау жоқ. Бақылау жоқ. Иә. Нақты Алматыға келгеннен кейін қандай наркотиктермен таныстың? Мефедрон дейді, экстази, МДМА, легалка, сосын скорость, спиды деген айта берсең көп. Сол мысалы айтқан бәрін көрдім. Әлем бойынша соль, скорость, кристалл секілді синтетикалық наркотиктің 483 түрі анықталған. Қазақстан территориясында 60-қа жуығы емін еркін саудалануда. Наркотик тұтынатындардың жасы жасаруда. Әзіргі уақытта 15 пен 30 жас аралығын қамтиды. Қазақстан территориясына соның ішінде синтетикалық наркотик емін еркін енуде. Біздегі шекаралық бақылаудың қауқары жетпей ме? Қазір біз шекара жоқ Қазақстанда. Қазір Қырғызстан, Қазақстан, Ресей, біз бәріміз Евразес. Сондықтан бізде бақылауын бәрін алып тастадық. Шекара қай жерде? Шекара Қырғызстанда кіре берістен. Шыға беріс, Ресей мемлекет. Бітті. Бұлай Қазақстаннан как сквозной ретінде өтіп жатыр. Сондықтан біз оны бақылай алмаймыз. Өтіп жатқан груздарды ол біріншіден дүниежүзілік құқықты бұзу деп саналады. Сондықтан оны біз тексере алмаймыз. Химияның сенің миыңа, жаныңа, ағзаңа әсері қалай болады? Қарапайым даже иммунитетім түсіп кетті. Просто иммунитет түсіп кетеді. Мысалы, мефтек уже 5 жыл, 10 жыл көрген адамдан уже сүйектер әлсіре бастайды. Сүйектер әлсіре бастайды, сондықтан сүйек тез сынғыш болады да. Мысалы, көп меф ескеген адамдардың. Уже естіп жатырмын да, бір адамдар уже аяқ қолдар сынып жатыр. Там тез сынып қалады сондай да. Ал там, мысалы, ЛСД кислотаға келетін болса, ол не ғой енді? Уғы. Ол сен не істейсің, тіліңе салып қоясың, и потом ол сен миыңды улайды, короче. Кәдімгі уғы. Ол қалай тарайды? Тура сол дәл солай тарайды, и у тебя там начинается галлюцинация, бүкіл өмір өзгеріп кетеді. Мына трезвый өмір мүлдем басқа болып кетеді. Мысалы, там жер қозғалып кетеді, колонналар тоже қозғалып жатады, короче, сондай құбылысты галлюцинация ғой. И сол мысалы санаңды сөйтіп улайды. И неше түрлі неге ойға итереді, сол суицидияға итереді. Өтірік бірдеңкелерге сеніп кетесің сол кезде. Типа мына өмір жалған ғой деп. Секіріп кетейін ба деген кездерде болған менде. Там бит қарап тұрғанда балконнан секіріп кетейін ба деп. Бірақ өзім есім жиып алып, қой деп, бұл наркотик қой деп, это просто наркотик, под кайфым ғой деймін да. Өзім не істейтін. Жаңа зиянды жағдайына келетін болсақ, бұл организмнің өзінің запасында тұрған энергияны босатып жіберу, экстази, ЛСД қолдану арқылы өзінің энергетический барлық балансын лақтырып тастау деп айтуға болады. Әрине организмнің шектен тыс өзінің жинап қойған энергиясы жоқ. Жинап қойған энергиясын жаңа экстази арқылы шығарып жіберді. Енді ертесіне арғы күндері организмде жаңа 100%-ық шаршау. Бұл адам ертесінде арғы күнде ештеңеге жарамайды, кейде тіпті өзіне өзі қызмет етуге де жарамай қалатын күндер болып жатады. Ал клубтардың ішінен сатып алған кездер болды ма? Жоқ, клубтардың ішінде сатпайды. Клубты негізі қатаң тексереді. Ал бірақ сол жерге негізі көбінесе қыздар көп көретін да, мефедрон өте популярный наркотик та қазір. И сол қыздар көп қыздар сол мефті клубқа алып кіретін. И мысалы, кім ескейді, бәрі біледі да бір-бірін, кім ескейді, кімнен барып сұрауға болатын. Адамның өзін естеп қалады, білініп қалады содан. Қалай білінеді? Көзінің қарашығы үлкейіп кетеді прям. Максимально үлкейіп кетеді. И сөйлеген кезде де
заикаться етіп дірілдеп сөйлейді да, и тез сөйлейді, андай өзі андай дерганы дейді ғой, қатты андай қимыл жасайды да, содан ақ білесің. Телеграм каналында специально наркотиктердің каналы болады. Соның ішінде кілең сол кім употребляет етеді, наркомандар сол жерде отырады да. Сол жерден андай сол группаның админіне жазады. Там вот маған осындай меф керек, там бірдеңе керек дейді. Я ол саған кивиға ақша сал дейді. Там сол кивиға барып ақша саласың, сосын барып ол саған адрес жібереді. Оны закладка дейді қазір. Иә. Сол. И сол не істедім? Сол арқылы көп шығатынбыз негізінде. Тез тауып аласың. Тез тауып аласың, өте тез. Там бір күтсең бір сағат күтесің, адрес жібереді саған, сол адреске барасың, алып кетесің. Өте оңай да. Ал сен қандай адрестерге бардың? Ой, мен осы Алматының жүрмеген жерім жоқ негізі. Ана қорқынышты бір қаланың сыртына кетіп қаласың. Әдейі сол жерге, сондай жерлерге тығады да. Өйткені менттар аз жүреді, сондай жерлерге тығады да өздері ше. Нарко өнімдерді таратуға неге Телеграм таңдалды? Қазіргі таңда Телеграм анонимді мессенджер болған соң танымал, әсіресе ол жақтағы схема. Ол схеманы қарапайым түрде мен мысалы сізге де көрсетіп шығамын. Телеграм арқылы біз закладки деп іздесек, мысалға біз көреміз түрлі осындай каналдар шыға бастайды. Мысалға біз кірдік, міне 100 мыңдық бар каналда небәрі 3-ақ публикация тұр. Міне 1, 2, 3. Және работа деп. Осының барлығы адамдарды қызықтырады, адамдар жазады, және оларға түсіндіреді. Ал сені тартқан, закладчик бол деп шақырған сайттар болған жоқ па? Болды? Телеграмға андай спам ретінде келеді. Там не хочешь ли ты заработать за неделю там 200 тысяч деп сообщениялар келеді. Маған ғана емес, көп адамдарға келеді. Мен әрине өзім бүйтіп ойланып қалдым, мынау не жұмыс деп. Сосын барып сұрадым, типа, что за жұмыс, анау мынау деп. Сосын түсіндірді маған, вот закладка, анау күніне бір адрес тастайсың, бір адреске бар. И кейін уже там зарплатың үлкейеді дейді. Аптасына бір 200 мың, 300 мың қазір закладчиктер примерно сондай табады. Бірақ өзім әрине келіскен жоқ оған. Неге? Мен ешкімге жаманшылық істегім келмейді да. И көбінесе өзіме жаманшылық істедім да негізінде. Мен енді ағзам құртылып жатыр ғой енді. А мен бірақ біреудің ағзасын құртқым келмейді. Сосын закладкадан бөлек, мына жерде біз мысалға курьер деп іздесек, мына Қазақстан курьер, міне наркокурьер, легальная работа, 116 мың жазылушы. Телеграм оларды банить ету үшін кәдімгі паблик ретінде осылай жасап отырады. Міне жұмыс, курьер, склад, Казахстан, по Казахстану работает, если спам сюда дейді, водитель керек дейді, жеткізу үшін. Бәрі ғаламторда тұр. Қазақстан Республикасының кибер қауіпсіздігінің қауқары қандай? Ішкі істер министрлігінде біздің департаментімізде осы басқарма бар. Соның ішінде IT специалистер қабылданды. Сол IT специалистер бізде тәулік бойы сайттарды бәрін тексереді. Қандай сайттар бар, сол сайттарды қандай администраторлар бар, сол администраторлар тапсақ, сразу сол администратор бойынша жедел іздестіру шаралар жүргізіледі. Ал сосын жаңағы қалдырмаймыз ғой оны. Министерство информации, общественного развития соларға жібереміз. Сол тізімді жібереміз, ол тізімді алады да, олар жауап тастайды жаңағы сайттарды. Бірақ жаңағы сайттар бұғаттан болғанмен, оларда бір уақыты болады. Бір аптаның ішінде басқа зеркальный сайттар шығады. Оларда да жай отырған жоқ, ар жақта. Интернеттің ар жағында қылмыскерлер. Олардың да өзінің үлкен өзінің департаменттері бар. IT департаменттері бар, безопасность бар, маркетологтары бар. Мысал ретінде Big24 деп осындай интернет сайт бар. Біз оны алып бірнеше рет жаптық. Олар алады да басқа сайт шығады. big24.org деп. Сосын оны жауып тастайсың, басқа шығады. big24.com деп шығады. Көрдіңіз бе? Наркобизнесмендер үшін киви кошелектің тиімділігі неде?
негізі осы Kiwi кошелекке дейін төлем жүйесі ол PayPal болатын, бірақ PayPal осы 2016 жылдан бастап жаңа заңнама енгізіп, әрбір төлемді бақылау туралы заң қабылдаған тұғын. Сол себепті олар енді қазір Kiwi-ге өтті, сосын Kiwi-мен қоса қазір биткоинға өтті. Биткоинның жағдайы енді сәл құбылмалы болған соң, олардың тұрақты осындай төлем қабылдайтын жүйесі ол Kiwi. Кез келген терминалда әшейін нөміріне ақшаны жібереді болды. Табу өте қиын. Өйткені Kiwi-ның өзі көп жағдайда бекітілген ресейлік нөмірлерге немесе армяндық нөмірлерге, TMD елдерінің осы белгілі нөмірлеріне. Және олар бүкіл Қазақстанға, Қырғызстан, Өзбекстанға жұмыс жасай береді. Әлбетте Қазақстанның полицейлері отырып, Армениядағы нөмірді пробивать етіп отырмайды ғой. Оның артынан түбін қазып деген сияқты. Ол өте қиынға соқтырады. Kiwi кошелекті және де басқа да ақша жіберу жолдарын қадағалай аласыздар ма? Біз қазір мына ұлттық банкмен жұмыс істеп жатырмыз. 100 месячный расчетный показатель дейді ғой, 100 МРП. Например, 19 жыл алсақ 252 мың теңге болатын. Сол 252 мың теңгеге біз тексере алмайтынбыз. Кім ол? Идентификация жүрмейтін. Если 100 МРП-дан асып кетсе, онда ол идентификация болады да, удостоверениясымен кімде. Ал мына есігі сататын кісілер, Kiwi-мен, олар бөліп тастайды 252 мыңды. Бөліп тастайды, например, 20, 50, 30 мың теңгемен бөліп тастайды да, и олар тексерілмейді. 14 пен 21 жас аралығындағы жасөспірімдердің 68% синтетикалық наркотиктің дәмін татып үлгерген. Күніне 70 миллион теңге синтетикалық наркотика Kiwi кошелек арқылы Қазақстаннан сыртқа шығып жатыр. Қорғау органдары наркомаркетингті қадағалай ала ма? Маркетинг негізі ол минут сайын өзгеретін дүниеде, және де осы наркобизнесте жүрген адамдар оған өте мықты икемделіп алған. Біздің құқық қорғау органдары енді бір қалай жұмыс жасайтынын енді түсінсе, олар басқа жолдары уже дайын тұрады. Түсінесіз ғой? Сол себепті наркобизнеспен көп жағдайда құқық қорғау органдарында қазір мысалы шыққан кибер қауіпсіздікті, хакерлерді, IT мамандарды дайындау. Яғни солар осы интернетті бақылайтын және интернетті шын мәнінде бұза алатын мамандар акцент ұстап солар дайындаса, алдағы уақытта олардың шын мәнінде жұмыстарын бұғаттауға болады. Есірткіге қарсы іс-қимыл департаментінде 5 IT маман қызмет атқарады. Әлем интернеттің мүмкіндіктерін оңды солды пайдаланып жатқан сәтте 5 IT маман бізге жеткілікті ме? Бұрынғы заманда есірткімен күрескенде сіз білетініміз қай жерде сатады, қай үй, қай пәтер, қай мәшіне қылмыскерлерді бетіне білмесең де несін білетініміз, лағабатын білетініміз, кім сатады, не қылады деп. Ал қазір бесконтактный. Қазір оның бәрі ғаламторға шығып кеткен. Сол ғаламторда жұмыс істеу үшін 5 IT специалист ол аз. Келдің мамайсың? Қайсы? Мынаны не қылып изолентаға ұрып қояды? Сол? Иногда магнит қыстырып кетеді ішіне салып темірлерге. Түсіп қалмас? Жаңбырда су оқып қалмау? Сол. База жоқ, мына бітті қағазды 3,5 мың теңгеге сатып алдық қой? Бұл қанша адамға жетеді? Бұл енді бірінші көргендерге 4 адамға жетеді. 4-ке бөліп. 4 адамға?
4 адамды қанша уақыт под кайфом істейді? 6 сағатта істейді. 6 сағат? 4 адамды 6 сағат? Иә, бірінші рет көргендерге. Екеуміз көрсек не боламыз, Олар бәрі ойлайды, мынау келіп сурет салып кетем, все, сол үшін тиын табам деп та, тиын таппайды, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Ол бір. Екіншіден, жағы закладчиктер келеді, сол бір заклад үшін 500 теңге алам дейді. Сол жарайды, ұсталмайды, мен ешкім ұстамайды деп. Ол жалған. Ұсталынады. Қазір 21 ғасыр бәрі бақылауда тұр. Қай жерде жүрсің, не істеп жүрсің, телефоның болсын, видео, бейне бақылау бар. Любой адам ол уақытша жаңағы тапқан пайдасы. Ол да қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Өздері ойлансын жастарда. Сондықтан жаңағы трафаретчик болсын, сызған үшін 3 жылға сотталады. Закладчик болсын, 8 жылға сотталады. Администраторлар жаңағы ойлайтын шығар олар. Қазір отырып алып интернеттен мен ешкім ұстамайды деп. Қазір ол заман емес. Бұрындағыдай қазір оларда дамып жатса, бізде де мемлекет дамып жатыр. Бізде де арнайы специалисттер бар. Бірігіп ол бір Қазақстан емес жұмыс істеп жатқан. Басқа да мемлекеттер жұмыс істеп жатыр. Оларда да алға басып кеткен нелері бар, технологиялары бар. Ол администраторлар ойлайтын шығар, жұмыс жасай, мен ешкім ұстамайды деп, VPN бойынша мен бір жаққа қашып кетем деп. Ол ондай өте жалған дүние ол. Олар да ұсталынады. Есірткі сатқан кісі, ол бизнесмен, коммерсант деп ойланбасын өзін. Ол адам өлтіруші. Грубо айтқанда маньяктар, убийцалар олар. Дайындайтын кісілер, олар сбыт ретінде, олар как сатушы ретінде, олар да 8-ден 15 жылға дейін сотталады. Ондай болмайды. Ол мен ешқандай қатысым жоқ, маған айтты, ода ең біріншіден қандай ойы болды. Ол не үшін оны дайындады? Ол жай сорпа дайындап жатқан жоқ, палау дайындап жатқан жоқ, ол есірткі дайындап жатыр. Бұл не ол? Ол адамдардың өлімін дайындап жатыр. Және де басқа мынау ең жанашыр азаматтар болса, хабарлассын, бізде телефон доверия бар, МВД-нің. Телефон доверия, соған звондасын, осындай болып жатыр деп. Неде болса, сен сезінген кайфтан бізде дәм татып көрейік? Аға қоясаңыз, бір рет көруге не істейді, егер осыға психиканы құртып. Бір рет көргенге тұрғанда ештеңе жоқ шығар? Не лучше не істейді, шыны керек. Мен білем ғой енді. Лучше отқа лақтырсайық. Жігітше ма? Шешім сенен? Достар, тақырыпты зерттей келе оққанымыз, синтетикалық наркотикті тұтынған жағдайда 5 жылдың ішінде өмірден озасың, немесе есі ауысқан жынды боласың. Суицид бойынша жасөспірімдер арасында әлемде Қазақстан 3-ші орында тұр. Жылына өз-өзіне қол жұмсайтындардың саны 4000-ға жуықтайды. Аңғарып қарасаңыз, бұның ар жағында да синтетикалық наркотик жатыр. Ал ұлттың болашағы үшін шекаралық бақылау қажет пе? Маман ретінде айта кетейін, өте қажет. И адам ретінде де, мен өзімнің кішкентай балашыға өсіп келе жатыр, бауырларым бар, олардың өмірі үшін, денсаулығы үшін, еліміз үшін. Солар есірткі кемесе, болмаса дамитын еді мемлекетімізді. Олар әдейі жасалып жатқан зат, келіп жатқан көп наркоман, есірткі пайдаланған жастар болса, кім бізде жақсы ұрпақ береді? Ден сау, есі дұрыс ұрпақ кім береді? Осылар жастар қазір бәрі наркоман болып жатыр. Мынандай сөз бар. Прокурордың күлімдегеніне, проститутканың жылағанына, наркоманның өтірік айтқанына сенбе дейді. Дұрыс айтылған сөз. Саған сенуге бола ма? Маған сенуге болады, өйткені бұл күнделікті не ғой, выбор ғой. Мен мысалы айта алмаймын да, то, что мен все навсегда қойып кеттім деп. Бұл күнделікті мен миымдағы не болу керек та, выбор болу керек та. Типа жоқ, бүгін де көрмеймін, ертең де көрмеймін, ар күні де көрмеймін деген выбор ғой. А былай ешқашан көрмеймін деп айтуға да болмайды. Никогда не говори никогда дейді ғой. Яғни сен әлі күнделікті күресіп жүрсің? Иә, әрине.
осы журналистикалық зерттеуді жасауға 20 күн уақыт кетті. Көңілсіз күндеріңді көрерменге жеткізуге, интервьюге не түрткі болды? Біріншіден сол не шығарса, ішімдегі бір ауыр жүк түсіру. Сосын екіншіден енді балалар, осы қазір жасөспірім балалар менің қателігімді қайталамасын деп, енді кем дегенде бір адам өзі бір ой өзгерсе, соның өзі жақсы да. Өмірде өзгереді. Красавчик. Рахмет.